Сәлем достар, қалайсыздар? Настука арнамыздан қош келдіңіздер. Бүгінгі видео бізде қалапатын болады. Бүгінгі видео бізде егіздердің сериал, қалап бізде только айкыз. Вот, енді қазір біз видеомызды бастайық. Тез қыздардың әншімен маржан тамақтарын дайындамасам, білсе қазір үндеу шығады ғой, неге мен тамағымды немес деп. Мәсаған, оның жасайтын тамағының есе жоғын кейін ғой. Бір мен істеймін. Жарайды, қызымы өртті естімей тұрған кезде тез тамағын ысып бере қояйын. Так, онда оған картошка жасап бере қояйын. Сөйтпесем болмайды. Так, тез жасап қояйын. Осы менің әншім ақылды маржанның қарағымды. Мәсаған, шаршап кеттім ғой. Жаңа үйге әрмен үйренісіп бастадым. Маржан, тұр. Бір. Не болды тағы? Мен ұйықтай бере жатырмын ғой. Ұйықтайыншы, кеш ұйықтаған едім. Енді міне сен оятып бастадың ғой. Енді тұрсай. Мәсаған. Анамдан тамақ жасап жатқан сияқты ғой. Тамақтың иісі мұрынды жарып барады. Бір. Жарайды, тұрдым. Не қандай киім киеміз бүгін? Мен айтқан киімді киейікші. Жарайды, айтқаның болсын. Жақсы. Так, онда мен осы киімді Так, бүгін осы киімді киейік. Жақсы. Так, мен де кидім. Так, бол тез. Жер тамақтайын болған шығар. Анашым. Мәсаған, немене бәле? Не жасап жатырсыз? Менің шекті тамағым жасамағансыз ба? Қызым, бірінші әнжөткінде жасаяқта, ол енді сенің кіші ғой. Сен болсаң, әпкесің. Бір. Мен одан үлкен, сондықтан неге маған бірінші жасамайсыз? Бір. Жарайды. Ал, жарайды. Қызым, тамаңдайын. Мен де өзіме жасап аламын қазір. Мен сізді күтемін бірінші. Так, жарайды. Так, сенің кофе ме, әлде чай ма? Шай білесіз ғой, анашым. Жарайды онда. Чай болса чай. Не, құйып қойдым. Жақсы, рахмет. Так, мен тамағым. Саған не жасап берейін, қызым? Маған ба? Маған. Так, білмеймін, бір күшті тамақ болса болды маған. Жарайды, қызым. Жасап берейін. Жоқтан ашам. Так. Кофе құйып алайын өзіме, қызым. Я, құйып алыңыз. Так, жақсы. Ал, қызым. Так. Бірінші әпкенікін жасап алайық. Үшеуміз бірге ішеміз. Жарай ма? Жарайды, анашым. Так, міне. Бургер жасап берейін бе, қызым? Я, бургер менің ең сүйікті тамағым ғой. Бір. Я, жасап беріңіз. Бәсе бұл қызға бургер ұнайды ғой, басқа тым ұнамайды. Я, анашым, дұрыс таптыңыз. Так.
Так болды. Мам, қызым. Саған да кофе құйып бере салайын. Так, ала қой. Ой, немен тамам жеңдеп тұрсың. Мен бағымын беріп қойды ғой маған. Той болды қыздар, ұрыспаңдар. Ал қыздар, ас болсын. Рахмет анашым. Мұқасы жоқ. Тез бар тамақтарыңды ішіңдер. Анашым тамағың дәмді екен, маған қатты ұнады. Рахмет көп сізге. Оқасы жоқ қызым, ас болсын. Жарайды, мен тойып кеттім. Қазір мен сізге кішкене отыра тұрам диванда. Жақсы онда. Анашым, сізге бірдеңке айтсам бола ма? Айтуға қысым. Бірақ кішкене ұялып тұрмын да. Айта бер, не болып қалды, айта бер. Айта бер, не болып қалды. Қасымен кеңінді. Бүгін құрбыларымен кездесейін деп едім. Соған енді жібересіз бе деп сұрайын деген ғой. Бара бер қызым. Бара бер. Шын айтып тұрсыз, бара. Рахмет көп. Бірақ қызым. Не бірақ? Бірақ үндірді де алып кетесіз. Той бір, ол қызды не үшін алып кетемін мен? Екеуміз бәрібірде егізбіз. Бірақ құрбыларым танымай қалады ғой, екеуміз айыра алмай қалады ғой. Бәрібір жарайды, алып кетемін. Бірақ мен киетін киімім де жоқ қой оған. Яғни киімім жоқ. Аламыз, бүгін аламыз. Жақсы, енді барыңыз. Жақсы. Шынымен де бургеріңіз дәмді екен. Жарайды. Так, бүгін урамен кеңесті құрбылармен тұрға барамын. Так, той бір мұның блокнотында не жазылған? Бір не жазып тастаған, бір рецептермен жазғаны. Сен істеп жатырсың. Менің планерімді алып алғаның не? Мен осы сенің заттарыңа тиіспеймін ғой. Ойбай, мен өзім көрсетеді ғой. Апармаймын мен сені. Қайда барасың? Құрбыларыммен бірге кездесемін. Анам маған күшті киім алып берем деді. Мен де барамын. Жоқ, бармайсың. Қазір анам айтып беремін. Ал достар, егіздер деген сериалдың бірінші бөлімі аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Арма тіркеліп, лайктарыңызды басып маршын басып кетіңіздер. Ал екінші сериясы бізге только айкс айнасында шығатын болады. Оған да тіркеліп, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Достар, сау болыңыздар.